Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Алия. Бүгін біз 40 қабат орамын дайындайық. Менімен бірге соңына дейін болыңыз. Маған тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қойыңыз. Сіздерге көп рахмет. Ал енді біз бастайық. Бізге керегі ең бастысы ол 40 қабат. Оны осылай басын дөңгелетіп пышақпен турап аламыз жан-жағын. Кастрюлемізге 40 қабатты басын төмен қарай қаратып суға салып қоямыз. Қайнап болғаннан кейін бір 10 минут жеткілікті. Алуға дейін салмасын дайындайық. Бізге міне керегі фарш, күріш, тұз бен қара бұрыш және қуырылған пияз керек бізге. Күрішімізді осылай салып суға жуып аламыз. Күрішімізді тартылған етке қосамыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, қара бұрыш саламыз. Төрт бүріштеп ұсақтап туралған пиязымызды қуырып, осылай тартылған етке қосамыз. Кішкене ғана жарты стақан су, сочный ет болу үшін. Біздің салмамыз мінекей дайын. Бір 10-15 минут суда қайнатып тұрған 40 қабатымызды дайын болды. Міне осылай жапырақтарын аламыз. Одан кейін сүзіп аламыз судан. Подливқа көшейік. Ол үшін бізге теркадан түзілген сәбіз, сарымсақ, полукольцами туралған, оны сковородкаға қуырамыз. Одан кейін бір ас қасық томатный паста қосып, дәміне қарай тұз, бұрыш, одан кейін паприка қосамыз, су қосып қуырамыз. Ал енді голубцаның өзіне көшейік. Міне осылай 40 қабаттың жапырағын алып, оған бір ас қасық фарш саламыз. Одан кейін оны осылай орап аламыз. Видеода көрсетілгендей ораймыз. Мына жерлері қатты болса, оны пышақпен турап аламыз. Одан кейін тағы да бір ас қасық фарш салып ораймыз, видеодағыдай сияқты. Ораған голубцамыздан міне 19 штук шықты менде. Бізге голубцаға картошка қосқан ұнайды, сол үшін біз осындай 6 картошканы турап аламыз. Кастрюльге міне осылай голубцайды саламыз. Бір-бірінің үстіне, одан кейін оған картошка қосамыз. Картошка қосқаннан кейін подливы қосамыз. Подливаның бәрін саламыз. Бәрін салып болғаннан кейін суды қосамыз. Су енді өзіңіз білесіз, енді көз мөлшеріне қарай маған картошканы жауып тұратындай керек болды. Одан кейін дәміне қарай тұз саламыз. Мінекей голубцады аяқтадық. Осылай міне бір 30-40 минутта піседі. Міне біздің голубцамыз өте дәмді болып пісті, сочный, сондай күшті. Сіздерге бір көмегім тиді деп ойлаймын. Кешкі асқа үйдегілерге пісіріп қуантыңыз. Бағана менде фарш қалып қойған еді, осылай мен фрикадельке дайындап қатырып қойдым, және де келесі күні сорпаға қосамын.